Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шакшука тағамының рецептісін ұсынамын. Шакшука бұл Израиль халқының сүйікті таңғы астарының бірі. Тіпті кешкі асқа да қолданады. Өте дәмді. Мен өз басым осы шакшуканы таңғы асқа дайындағанды жақсы көремін. Осылай нанмен батырып жесеңіздер өте дәмді. Міндетті түрде дайындаңыз. Шакшуканы дайындау үшін бізге күнбағыс майы, пияз, тәтті бұрыш, қызанақ, сарымсақ және де жұмыртқа қажет. Өз қалауларыңызша бұрыш, паприка, жебір салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Ең алдымен табаға сұйық май құямыз, жақсылап қыздырамыз. Одан соң майдалап туралған пиязымызды саламыз. Кішкене сарғайғанша пиязымызды араластырып қуырамыз. Артынан сарымсақ, тәтті бұрыш салып, барлығын араластырып, 1-2 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Үстінен майдалап туралған қызанағымыз саламыз, жақсылап араластырып, үстіне дәміне қарай томат пастасын, тұз, паприка, қара бұрыш, жебір салып араластырып, орташа отта 10 минуттай бұқтырамыз. Енді бір-бірден жұмыртқаны салып шығамыз. Жұмыртқаны салған соң оттың астын толықтай жайлатамыз. Шамамен 5-7 минуттай пісіреміз. Мінекей піскен кезде осылай болып шығады. Бетіне көк шөп себеміз, сеппесеңіздер де болады. Бізде шакшука дайын болды. Бұл таңғы асты отбасыңызбен сүйіп жейміз. Мүмкін сіздерге де қатты ұнап қалар. Өзіңіздің отбасыңызға міндетті түрде дайындап беріңіз. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және де лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар.